Руслан күнде түске дейін ұйықтайды, ол телефонын қағып алады да, TikTok пен Instagramдағы жаңалықтардың бәрін көреді. Ал содан кейін таңғы асқа ол майлы тамақтарды жеп алады да, компьютерный ойындарға кіріседі. 5-6 сағат бойы Dota мен CSGO ойнап шаршағандықтан Руслан кішкене кешке жақын сыртқа шыққысы келеді. Бірақ ол қатты еріншек болғандықтан ол құр ғана үйінде кино көріп жатуды жөн көреді. Қой Руслан, бұлай өмір сүруге бола ма екен? Бірақ сендер Русланды кінәламаңдар, себебі барлығымызда қатты иногда шаршап, осындай бір күйзеліске түсіп, Руслан сияқты еш нәрсе істегісі келмейтін, желание жоқ болып тұратын состоянияға түсеміз. Ал қазір мен сендерге сондай состояниядан тездетіп шығып кету үшін 3 лайфхакты айтатын боламын. Нөмір 1, бұл өмірді қиындатпай, өз тапсырмаңды тура көз алдында ұста. Яғни, егер де саған күніне 2 литр су ішу керек болса, онда ешқандай өмірді қиындатпай-ақ, сол өзінің 2 литр суыңды тура көз алдында сақта. Себебі адам kada көз алдында өз тапсырмасын көріп тұрған кезде, ол бірден оны жасай салғысы келіп тұрады. Естественным путем сен өзің су ішкің келе береді. И бұның арқасында сен 2 литр тұрмақ целый бір баклажканы бітіріп тастай аласың. Я тебе отвечаю. Тағы бір мысал, егер де сен саған үй жұмысынан алгебрадан бір есептер берсе шығаруға, и сен оны шығарғың келмей жатса, онда тура сол алгебра кітабын алып келіп алды, ана есептердің бетін ашып қойды, соны көз алдында сақта. Сол кезде сен қарайсың да, бір көзімен бүйтіп қарайсың да, вроде оңай есеп сияқты ғой дейсің де, бір есеп шығарып тастайсың, потом қарайсың да, что-то келесі де оңай сияқты, анандай шығара салайын дейсің де, сөйтіп барлық үй жұмысында қалайша қарап тастағанды өзінде білмейді қаласың. Нөмір 2, бұл мотивацияны өзіне визуализация мен аффирмация арқылы беру. Визуализация дегеніміз яғни елестету арқылы. Мысалға, сен тренировкаға өте қатты барғың келмейді. Сондықтан да осындай жағдайларда сен алда өзіңді просто көзіңді жұмда елестет көр. Қалайша сен керемет телосложениеда бола тұра, өзінен әйелімен бірге жазды күндері керемет бір шет елде демалып жүргенді елестет. Немесе сен егер де кітап оқығың келмей жатса, онда жаңағыдай құр ғана елестетші, қалай сен сағат 9-да обычный будний күндері өзің отбасымен бірге керемет осындай бір таңғы аста дастарханда отырып, мәз-мейрам болып күліп ойнап, шай ішіп отырған сәтінде болашақ ретінде елестетіп көр. Сол кезде сен түсінесің, что сенің жасындағылар осы уақытта сағат 8-де ана машинеге отырып, пипылдатып бір-бірін сағат 9-да жұмыста болу үшін бір-бірін итеріп, ұрсысып отыратынын. Ал сонда қарап тұрсам, бұлардың бәрі семен жасты жігіттер ғой. Сонда олардан сенің қай жерің артық? Ал мен саған айта аламын, сенің олардан гөрі ой санан өте артық, себебі сен көп кітап оқу арқылы, сен ана біреу 50 жастағы адамдардың даналығын өзіне миына сіміріп алдың ғой. Соның арқасында сен уже осындай жас бола тұра, сенде бірнеше бизнесің бар болғандықтан, сен осылайынан өзіне үйінде рахаттанып отырған мүмкіндігің бар. Сендерге визуализация арқылы өздеріне мотивация беруді түсіндірдім. Ал енді аффирмация арқылы беріп көрейік. Аффирмация беру арқылы дегеніміз, яғни өз-өзіне қандай да бір сөздерді айта беру арқылы сенімділігіңді арттыру. Яғни, жаңағы мысалды қарастыратын болсақ, саған егерде тренировкаға бару керек болса, сен өзіне егерде мынандай аффирмация айтсын, мен болса тренировкаға барамын, себебі мен арықтағым келеді. Мен арықтағысы келіп жүрген адаммын, сол үшін мен спортпен айналысам деп айта берсең, бұл өте әлсіз аффирмация болғандықтан сен тездетіп желанияң қашып кетеді. Спортқа деген айналысу мотивацияны төмендеп қалады. Сондықтан да бұл аффирмацияны кішкене өзгертіп айтқан дұрыс. Яғни былай, сендер өйтіп айтпаңдар, бүйтіңдер. Мен спорт жағынан өте шебер, шымыр, мықты атлетпін. Маған вообще тренажерный залға бару, ол ләззат. Мен чисто барып, рахаттану үшін барам. Мен вообще спортқа қиналып, азаптанып баратын адамдарды түсінбеймін. Мен үшін тренажерный залға бару, это просто ләззат деп айтсамдар. Сол кезде сен, конечно, біліп тұрсың ғой, бұл өтірік екенін. Мен саған айтып отқаным тоже өтірік, потому что бұның барлығы самовнушение ғой. Бірақ. Сенің түп санан, яғни подсознаниен,
оған сенеді. Себебі сознание подсознанияны алдай алады. Соның арқасында подсознание оған сенген сайын сенің нервный системаң, сенің бүкіл эмоцияң, көңіл күйің барлығы керемет болып жүреді ғой. Себебі сен өзіңді мен мықты атлетпін, мен расында да осындай екен ғой деген сияқты сенің түп санаң соған сеніп қалады. Егер де сенің түп санаң соған сеніп жатса, онда не себепті өзіңді алдай бермеске? Егер де бұл жақсы нәтижеге әкеп соқтырса. Нөмір 3 бұл тапсырманы кішкентай бөліктерге бөліп алу арқылы орындау. Бұны басқаша сплит немесе кайдзен степ деп атайды. Бұл лайфхактың түрін. Сен үлкен пілді бүкілін сразу жей алмайсың. Сен оны кішкентай бөліктерге бөліп алу арқылы сен ол пілді жеп қоя аласың. Сондықтан да егер де мысалға, жаңағы бір ғана мысалды қарастыра берсек, яғни саған тренажерный залға бару өте қатты азап болса, онда сен құр ғана бірінші мақсат ретінде тренажерный залға баратын киімдеріңді сумкаға салу деген мақсат қойсан болады. Екінші қадам ретінде сен құр ғана далаға шығу деп қойсан болады. Үшінші қадам ретінде, яғни тренажерный залға бару. Төртінші қадам ретінде тренажерный залда денеңді қыздыра бастау. Бесінші амал ретінде, уже 4 амалды орындап тастасаң, 5-ші амал саған өзі-ақ келеді, сен тренировкаңды бастап кетесің. Міне жігіттер, осымен бітті. Барлығын сендерге айттым. Әдеттегідей лайк қойыңдар, каналға подписка жасаңдар да, өздеріне деген сенімділіктеріңді әрдайым, әрбір сәтте жоғалтпай, мына жерде сақтай жүріңдер. Давайте.